Облыстағы бизнес өкілдері сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасының жобасын талқылауға белсенді қатысуда. Айта кетейік, 2022-2026 жылдарға арналған құжат президенттің халық бірлігі және жүйелі реформалар ел өркендеуінің берік негізі атты жолдауын іске асырудың жалпыұлттық жоспарына сәйкес дайындалды. Онлайн форматта өткен басқосуға аймақ кәсіпкерлері, орта және шағын бизнес өкілдері, мемлекеттік органдар мен өңірлік кәсіпкерлер палатасының өкілдері қатысты. Батыс Қазақстан облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басшысы Рүстем Ақмырзаев бизнес өкілдерінің стратегиялық маңызды құжатты талқылауға белсенді қатысуы аса маңызды екенін атап өтті. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2021 жылдың 1 қыркүйегіндегі халық бірлігі және жүйелі реформалар ел еркіндеуінің берік негізі атты Қазақстан халқына жолдауында сыбайлас жемқорлықпен тиімді күресті жалғастыру қажет деп атап өтті. Құзырлы агенттік жыл соңына дейін орта мерзімді кезеңдегі іс-қимылымызды бағдарламасын айқындайтын стратегиялық құжатты бекітуге ұсыну керек деп нақты тапсырма берген болатын. Мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық жоспарының 88-ші тармағына сәйкес агенттік Қазақстан Республикасы 2022-2026 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасы жобасын дайындады. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Арман Өтеғұлов шағын және орта бизнесті қолдау және сыбайлас жемқорлық факторларының алдын алу бағытында мемлекеттік органдар тарапынан атқарылған жұмыстарға тоқталды. Мемлекеттік қызметшілердің халық үшін ашықтығы және қолжетімділігі қағидаттарын қамтамасыз ету мақсатында ашық әкімдік жұмыс жасауда. Ол өздеріңіз білесіздер, Орал қаласы жаңа облыс әкімдігі, облыс басшысынан бастап менің әріптестерім баршасы да қабылдауды жүргізеді. Сонымен бірге Ақжайық адалдық алаңы жобасы өз тиімділігін көрсетуде. Осы Ақжайық адалдық алаңы арқылы көптеген жаңағы қоғамдағы мәселелер өз деңгейінде шешіліп келе жатыр. Өңірде осылайша сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету бағытында нақты қадамдар жасалды. Алайда басты назар көбінесе жемқорлық салдарымен күреске аударылып отыр. Тұжырымдамада бұл бағыттағы жұмыстарды жетілдіруге басымдық берілген. Оны әзірлеу кезінде халықаралық тәжірибе, азаматтық қоғамның пікірі, сондай-ақ жинақталған тәжірибелер негізге алынған. Енді бұл жерде қызықты шетелдік тәжірибелерге тоқталатын болсақ, мысалға Шығыс Еуропа елдерінде Clear Wave деген тәжірибе қолданады. Бұл аудармасы мөлдір толқын. Яғни осы шартты атаумен өнімді, қызметтері және маркетингтік материалда ашық бизнес таңбалау бастамасы іске асырылады. Бұл белгілі іскерлік этиканың, ашықтықтың, жауапкершілік пен тұрақтылықтың символы болып табылады. Бұндай компаниялар кейін таза параққа түседі. Бұл оларға мемлекет тапсырыс алу кезінде артықшылықтар беріледі. Немесе келесі мысал, бұл Еуропадағы бизнестің бірінші жылы туралы декларация. Яғни жас кәсіпкерді оны сыбайлас жемқорлық әсерінен қорғап, қолдау көрсетеді. Бизнесті дамытудың мұндай құралдарын Қазақстанда да енгізу қазіргі таңда қарастырылуда. Тұжырымдамада нақты реформалар мен жобаларды қамтитын міндеттемелердің 6 блогы ұсынылған. Сондай-ақ адал жұмыс істейтін компанияларды ынталандыру тетігін енгізу қарастырылған. Тұжырымдама жобасымен мұқият танысып шыққан кәсіпкерлер өз кезегінде оны жетілдіруге қатысты ой пікірлерімен бөлісті. Бизнес өкілдерінің осы тұжырымдамаға қатысты айтып өткен жаңа ұсыныстары бұл жаңадан бизнес реестрларды, яғни әрбір бағыт бойынша мысалға бизнес реестрларды арнайы сайттарда жариялау немесе әлеуметтік желілерде. Себебі біздің мысалға облыстың көлемінде де, басқа облыстардың көлемінде де мемлекеттік сатып алуға, квазисектордағы сатып алуға қатысқан кезде басқа облыстың бизнес өкілдері осы бизнес реестр арқылы өзінің болашақта жұмыс жасайтын, бірлесіп жұмыс жасайтын бизнес серіктестігі жөнінде толық мәлімет ала алады. Яғни оның салықтық бюджеті жөніндегі, оның қанша коллективі ұжымында қанша кісі бар, және тағы да басқа мәселелер бойынша. Сөз алғандар сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат қызметтің барлық саласын қамтитынын, бұл тұрғыда мемлекеттік органдар мен бүкіл қоғамның күш-жігерін шоғырландыру қажет екенін атап өтті. Облыстың сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметінің өкілдері жиында бизнес қоғамдастық тарапынан айтылған барлық ұсыныс пікірлердің ескерілетінін жеткізді. Динар Жұмабекқызы, Рүстем Ишанов, Аида Сағидолла, Ақжайық телеарнасы.